Саламат деймін да, ойға түйе келе айтқым келгені мына қолымыздағы телефон, ол да бір қару, құрал. Осы арқылы әркім өзінің ойын, пікірін рилс пост қылып салады. Подкаст жасайды, диспутқа шақырады, ақиқат менде деп. Осының бәрінің жауабы неде? Не болып кетті бұл? Енді оның бәрі рухани аштықтан. Ақылмен жетпеген нәрсеге қиялмен келем деген. Енді баршамыз өмірге адам болып келгеннен кейін жаратқанды іздейміз ғой. Мәулана Руми деген әулие кісі айтады, мен Құдайды іздеп шіркеуге бардым, иудейлердің ғибадатханасына бардым, Меккеге бардым, Кағбаға. Бірақ ешқайсысынан Құдайды таппадым. Соңында үңіліп өзіме қарасам, Құдайдың орнында жүрек екен ғой дейді. Енді өзіміздің әулие бабамыз Шәкәрім Құдайбердіұлы бар ғой. Сол кісі айтады, шын мәнінде Құдайды танитын, Құдайға апаратын жалғыз ғана жол бар, ол өзіңнің жаныңды тану дейді. Енді бізде адамдар өзінің жанын танымаған екен, Құдайды танымайды, Құдайды танымаған екен, біреу оны информациядан іздеп жүр, біреу психологиядан, енді біреу шетелгілік деп сол жақтан іздеп жүр. Ал енді біздің бабаларымыз айтып тұр, оның жауабы сенің өзіңде дейді. Өзіңде дегені өзіңнің жаныңды тануда деген. Мақұл, өзіңнің жаныңды танымасаң да өздерін таныған, әулие болған, біздің жерден шыққан Мәшһүр Жүсіп, Хакім Абай Шәкәрім міне осы кісілерде жатыр. Абай атамыз өзінің 38-ші қара сөзінде айтады, адамдарды тура жолға салушы, руханиятқа жауап беруші үш халық бар дейді. Біріншісі пайғамбарлар, екіншісі әулиелер, үшіншісі хакімдер дейді. Яғни осы қазақтың руханиятының жауабы өзіміздегі әулие хакім бабаларымызда жатыр.